Зейнетақы қорына жинақталған қаржыға тіс емдеуге тыйым салынбайды. Бұл туралы денсаулық сақтау министрінің орынбасары Ержан Нұрлыбаев айтты. Осыған қатысты тек ережелері толығады. Дегенмен оның да өзіндік талаптары бар. Яғни қаржыны пайдаланған адам тісін емдеткенін дәлелдеуі тиіс. Бұған дейін қазақстандықтар үшін мұндай мүмкіндік уақытша шектелген еді. Кейін қоғам арасында қызу талқыланып, министрлікке өтініштер көптеп түскен болатын. Денсаулық сақтау министрлігі стоматологтар қауымдастығымен бірлесіп, арнайы тетіктерді әзірледі. Бұл қызмет таяуда тағы іске қосылады. Қазақстанда стоматологиялық қызметке зейнетақы жинақтарын пайдаланудың жаңа механизмі әзірленеді. Денсаулық сақтау вице-министрі Ержан Нұрлыбаев ашық құқықтық нормалар ресурсында жарияланған ведомствоның ұсынысына түсініктеме берді. Құжатта зейнетақы жинақтарын тіс емдеуге пайдалануға уақытша тыйым салу қажет екені атап өтілді. Бұл ретте елдегі тіс дәрігерлері қазақстандықтардан ақша алды деген күдікке ілінген болатын. Денсаулық сақтау министрлігі бұл норманың қолданылуын тоқтатпағанын бірден түсіндіргім келеді. Түскен өтініштерді ескере отырып, денсаулық сақтау министрлігі стоматология қауымдастығымен бірлесіп, алдағы уақытта жүзеге асырылатын тетіктерді әзірледі. Таяу болашақта олар стоматологиялық көмек алу процедурасының ашықтығын қамтамасыз етуге бағытталған. Ешбір жағдайда емханаға бару арқылы емханаға немесе пациентке ешқандай қосымша жауапкершілік жүктелмейді деп атап өтті ол. Ведомствоның мәліметінше, ұсынылып отырған тетік бірнеше кезеңді қамтиды. Тексеру және емдеу жоспарын ұсыну, стоматологиялық емхана мен уәкілетті операциялық банк арасында келісім жасау, қызмет көрсету және электронды денсаулық паспортына мәліметтерді енгізу. Емдеудегі дейін және одан кейін рентгенді міндетті түрде қамтамасыз ету ашықтықты арттырады және ықтимал теріс пайдалануды болдырмайды. Және азаматтардың қаражатына қатысты алаяқтық әрекеттердің алдын алады деп түсіндірді денсаулық сақтау министрлігі. Естеріңізге сала кетейік, 1 маусымдағы жағдай бойынша емделу ақысын 360,4 мың адам 465 миллиард теңгеге бекіткен. Өңірлер бойынша бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан түскен қаржы көлемі бойынша Алматы қаласы 86,7 миллиард теңге, Атырау облысы 61,5 миллиард теңге, Астана қаласы 58,3 миллиард теңге, Маңғыстау және Қарағанды облыстары 44,4 миллиард теңге және 25,4 миллиард теңге көлемінде көш бастап тұр.